Саламатсыздар ма балалар? Ана тілінің 58-ші сабағына қош келдіңіздер. Сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығу: өлеңді рөлге бөліп оқы. Қазым, қазым, қаңқылда. Сапарғали Бегалин. Қазым, қазым, қаңқылда. Көлде жүзіп салқында. Жем шашайын жейсің бе? Кәмпит берші дейсің бе? Жоқ, кәмпит болмайдас, арпа менен бидай шаш, деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді саңқылдап. Балалар, сендер бұны рөлге бөліп оқыңдар, е? Ендеше сендер қазды оқыңдар, мен иесінің сөзін оқиын. Және кеттік. Қазым, қазым, қаңқылда. Көлде жүзіп салқында. Жем шашайын жейсің бе? Кәмпит берші дейсің бе? Жоқ деген сендер айтасыңдар, е? Жарайсыңдар. Деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді саңқылдап. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, өлең не туралы айтылған? Қаз туралы айтылған, е? Үй құстары немен қоректенеді? Осында өлең ішінде бар. Кәмпитпен қоректене ала ма? Жоқ, қоректене алмайды. Олар арпа, бидай, дәнді дақылдармен қоректенеді. Олардың пайдасы бар ма? Үй құстарының пайдасы бар, е, балалар, е? Өйткені үй құстары, мысалы, тауық, мұнда көрсетілген қаз, үйрек, күрке тауық және бөдене. Білесіңдер ме, балалар, тауықтың жұмыртқасының құрамында холестерин және тағы да басқа қажетті, адам денесіне қажетті микро және макро элементтерден тұрады. Ал бөдененің жұмыртқасы кішкентай алақанның кішкентай бір бөлігінде ғана тұрады. Ал бірақ ол пайдалы. Мұнда қазда да, үйректе де жұмыртқа болады. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен қатар ол ет бағытында да қолданылады. Жаңылтпашты тыңда. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Балалар, білесіңдер ма, мен сендерге ылғи айтаймын. Жаңылтпашты жылдам жаттаған баланың ауыз қуысындағы сөздер дұрыс шығады. Сөздердің дұрыс айтылуы ойыңның анық жеткізілгендігіңді көрсетеді. Ендеше тағы да менімен бірге қайталаңдар. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Жарайсыңдар. Балалар, ертегі мен есейдім, үйренерім көп менің. Каналға тіркеліп, тегін кітапшаны ал. Мен сендерге арнайы сөйлеу дағдыларыңды, әріптерді қателеспей жүргізіп оқуға арналған кітапша дайындадым. Сол кітапшаны маған комментарийге керек деп жазсаңдар, мен сендерге жіберетін боламын. Ертегі, екі әтеш. Ертеде бір кемпір шалдың құс дегенде асырап отырған екі әтеші бар екен. Қолдарына түскен жемдерін соларға беріп бағып қағыпты. Күндердің бір күнінде кемпір құсына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер дүрсе қоя береді. Әрқашан бірге жүрген досынан шұбар әтеш жемді қызғанып, шекесіне одырая қарайды. Шіркін, мынаның бәрін жалғыз өзім жеп, тыңқия бір тойсам-ау дейді. Сөйтеді де әтеш шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті қайта-қайта шоқып жем жегізбейді. Мазасын алады. Сұр әтеш бір рет елемегенсиді. Екінші рет абайламаған болады. Тіпті қоймаған соң ақырында ызаланып, ол да шұбар әтешті шоқып алады. Міне, шоқып алған. Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпейсіп, бірі-бірімен төбелесе кетеді. Екеуінің де үсті алым-жұлым болды. Бұлар өстіп қызыл шеке болып жатқанда, көршінің шебейлері келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді. Балалар,
екі әтеш дұрыс жасады ма? Жоқ, дұрыс жасаған жоқ, өйткені олар бір-бірінен қызғанбай дос бөлісіп жеу керек еді, жарайсыңдар балалар. Бұл видеоны тоқтатып қойып, сендер қайтадан тағы оқыңдар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.